Теперь не болит, да? Теперь не болит, ублюдок? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Обзорды бастамас бұрын каналды жоғалтпас үшін тіркеліп, лайк басып, пікір жазып отыруларыңызды сұраймын. Қалай ойлайсыздар, әйел кісінің сабыры қанша уақытқа жетуі мүмкін? Ол төзімі таусылғанда не істейді? Қандай жауыздық жасауға дейін баруы мүмкін? Біз бұл жайлы алдағы бейнесюжетте айтатын боламыз. Ендеше шолуды бастайық. Осатаневшая. Фильм көлікте келе жатқан Хейвон атты қыздың кадрынан басталады. Ол жол-жөнекей қызды ұрып жатқан бұзақыларды көреді. Жәбірленуші кеп көліктегі қыздан көмек сұрайды, бірақ Хейвон көмектеспейді. Помогите! Хейвон Сеулдағы үлкен банктердің бірінде жұмыс істейді, бірақ оның ешкімге көлеңкесі түспейтін, ешкімге көмектеспейтін әдеті бар. Фильмнің басындағы қызды кім өлтіргенін білсе де, полицейлерге куәлік ету үшін көмектеспейді. Сосын ондағы бұзақылар босанып шығып, Хейвонды қорқытады. Нам лучше никогда больше не встречаться. Жүйкесі жұқарған қыз жұмысынан отпуск алады. Ол тұрмысқа шықпаған, бала шағасы жоқ, үйінде жалғыз тұратын. Ол тіпті келген хаттарға да жауап бермейтін. Ваш почтовый ящик переполнен. Заберите письма. Ұмытпаңыз, бұл хаттар фильм соңында үлкен рөл ойнайды. Сосын ол бала кезінде өскен ауылға баруды жоспарлайды. Ол ауыл Мудо аралында орналасқан еді. Кому вы едете на остров Мудо? Аралда оны бала кезіндегі құрбысы күтіп алады. Құрбысының есімі Ким Бок Нам, ал мынау оның күйеуі Ман Джон, ал қасындағы інісі Чхол Джон. Мына кемпір олардың апасы. Оның есімі фильмде айтылмайды. Жалпы бұл ауылда адам көп емес, бірнеше ғана отбасы тұрады. За работу! Если пойдет дождь, картошка сгниет. Бұдан бұлай біз Бок Намның қасіретті өмірімен танысамыз, ал Хейвонның өмірі екінші дәрежеге түседі. Общым Бок Нам Хейвонды бала кезіндегі үйіне алып барады. Онда Бок Намның қызы Йонхиді көреді. Йонхи мектепке бармайтын қыз. Оның жасы үлкейсе де әкесі мен апасы мектепке бергісі келмейтін. Хейвон бұған таң қалады. Манджон и его тетка считают, что девочкам учеба не нужна. Ауылда ерсі нәрселер бұлар ғана емес еді. Мұнда барлығы әйелдерге қол сияқты қарайтын. Мұндай жағдай қазақ қоғамында да кездесіп тұрады. Общым Бок Намның күйеуі қызымен бірге түнде балық аулауға кетеді. Ал оның інісі бұдан пайдаланып Бок Наммен қатынасқа түсетін. Мұны күйеуі білсе де назар аудара қоймайтын. Тек ұрып соғудан басқа ештеңе білмейтін. Сонымен қатар бұл ауылда телефон, кір машинасы, ванна деген нәрсе жоқ. Қысқаша айтқанда сыртқы әлемнен ажырап қалған. Сондықтан Бок Нам Хейвонға қатты қызығатын. Такая чистая и белая. Мына кадрде Ман Джонның інісі Чхол Джон Хейвонға ойы кетіп жатқанын көреміз, бірақ оның әрекетін кішкентай Йонхи бөліп жібереді. Дядя, что ты делаешь? Айтпақшы, Ман Джон қаладан жезөкше шақыратын. Бок Нам бұған ештеңе істемей, өзін қалыпты жағдай болып жатқандай ұстайтын. Кричи. Кричи. Кейінгі кадрда бал жинап жатқан Бок Намды көреміз. Күйеуі әдейі оған тас лақтырады. Нәтижесінде Бок Намды аралар талап бастайды. Үйге келгесін күйеуі қайта жұмысқа баруды бұйырып, бобовый паста жақ, сонда ауырмай қалады дейді. Помажь бобовой пастой, пройдет. Байғұс Бок Намға қатты жаным ашып кетті. Байғұс-ай, қаланың өмірі оған арман. Прекрати. Кейінгі кадрда Бок Нам кір жинап жүріп, қызының іш киімін күйеуінің қалтасынан тауып алады. Ол бірден қызына барады. Йонхи боянып отыр екен. Бояну құралын жаңаға жезөкше қыз берді ме деп сұрайды. Ал қызы жоқ, әкем берді деп жауап береді. Күйеуі лактың бәрін Бок Намның бетіне шашады. Кейінгі кадр слишком цензурный, сондықтан көрсете алмаймын. Бок Нам қолына орақ алып, күйеуін өлтірмек болады, бірақ қолынан келмейді. Ол барып Хейвоннан көмек сұрайды. Ол күйеуі мен қызының арасындағы нәрсені айтады, бірақ Хейвон Бок Намның айтқандарына сенбей, әрдайымгідей көмектесуден бас тартады. Ну, как ты можешь говорить такие вещи? Ертесі күні Хейвон Йонхиден әкең сені қалай жақсы көреді деп сұрайды. Йонхи жауап қатуға ұялады. Олардың әңгімесін бөлген кемпір ауылдан жоғал дейді. Хейвонның күдігіне Йонхи Манджонның туған қызы емес деген жауап алады.
Кейінгі кадрда Бокнам күйеуінің қалтасынан ақша ұрлап қашып кетуге тырысады. Ол аралға қайық шақырып түн жарымда қашып кетуге тырысады. Бокнам қайықшыға ақша беріп тезірек жүзуді айтады, бірақ ол Бокнамды күйеуіне ұстап береді. Бокнам күйеуін таспен ұрмақ болғанда ауыл әйелдері ер кісіге қол көтермеу керек деп оны ұстап қалады. Нельзя в мужа камни кидать. Қандай ақымақтық деймді, не деген қоғам. В общем, нәтижесінде Ман Джон Енхиді өлтіріп қояды. Бобовой пастой помазать и все. Шевелись. Пусти! Хэвон оқиғаның барлығын көріп тұрған еді. Полицей келгенде барлығы Бокнамға қарсы шығады. Йонхи ауырып, өздігінен өлді дейді. Ал барлығын көрген Хэвон куәлік етуден тағы да бас тартады. Нет, я еще спала. Кейінгі кадрда Хэвон қайыққа үлгермей қалады. Ол тағы бір күнді ауылда өткізуге мәжбүр болады. Ол құрбысының көмектеспегені үшін Бокнам Хэвонды талдырып, Чхольжонның астына тастайды. С девушкой из Сеула тебе это с рук не сойдет. Бокнамда нервный срыв. Осы кезге дейін ол барлық қиыншылыққа төзіп келді. Енді ол есінен адаса бастады. Ол жұмыс істеп жатқанда әйелдердің мысқылдап сөйлегені оның сабыр кесесі толуына әкеледі. Сөйтіп ол барлығына қол сілтеп. Бокнам біртіндеп әйелдерді өлтіре бастайды. Әйелдерді өлтіргенін көрген кемпір одан тығылып қалады. Бірақ Бокнам бәрібір кемпірді тауып өлтіреді. Дәлірек айтқанда кемпірдің өзі жардан секіреді. Нужно было носить очки. Бокнам сосын Чхольжонға барады. Бокнам оны бауыздап басын жұлып алады. Сосын Манджонға шабуыл жасайды. Бірақ күйеуі мықты болып шығады. Манджон Бокнамды өлтірмек болған соңғы сәтте сосын Бокнам күйеуінен қаншама жылғы әлемін алады. Сосын оның өлігін сүйреп апарып бобовый паста жағады. Сөйтіп енді ауырмай жатыр ма деп сұрайды. Теперь не болит, да? Теперь не болит, ублюдок? Ал Хэвон мен қайықша қашып кетпекші болады, бірақ қайықша ұсталып қалады. Хэвон қашып үлгереді. Кейінгі кадрда әбден опатылып жаққан Бокнам Сеулға аттанғанын көреміз. Ол алғаш рет қалаға аяқ басады. Оның қаншама жылғы арманы орындалды, бірақ ол өмір сүрудің орнына Хэвонды өлтірмекші болады. Өйткені Бокнам Хэвоннан көмек сұрап, жүздеген хат жазған, бірақ еш қайсысына жауап алмаған. Ол құрбысының бұл істегеніне қатты ренжіген еді. Ты единственная, кто может мне помочь. Бокнам. Бірақ Хэвон байғұс қыздың өзіне шабуыл жасап, бала кезінде бірге шалған сыбызғыны мойнына тығып алады. Сосын Бокнам Хэвонның құшағында өледі. Сосын Хэвон Бокнамды жерлейді. Сөйтіп фильмнің басындағы бұзақыларға қарсы куәлік етіп, оларды ұстап береді. Сосын фильм бітеді.